Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын песочный рогаликилер дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де комментарий жазып кетуді де ұмытпаңыз. Алдымен електен өткізілген ұнға қант ұнтағын саламыз. Және де аздап тұз саламыз. Тоңазытқыштан шыққан сары майды салып, қолымызбен крошка дайындаймыз. Сары май міндетті түрде 72 немесе 80% болу қажет. Осылай қолымызбен крошка жасап алғаннан кейін үстінен салқын қаймақты саламыз. Қаймақ 15-20% болу қажет, және де міндетті түрде дүкеннің қаймағы болу қажет. Енді осының барлығын араластырып қолымызбен қамыр илейміз. Мінеке қамыр дайын, кішкене қолға жабысқақтау болады. Енді бұл қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа 2 сағат көлеміне немесе жарты күнге қойып қойсаңыз да жақсы болады. Қамырымыз тоңазытқышта тұрды. Енді столға ұн сеуіп отырып, осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Міндетті түрде ұн сеуіп илеу қажет. Бір бөлігін алып қалып, қалған 3 бөлігін салафанға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Оған дейін осы бір бөлік қамырды илейміз. Ұн сеуіп отырып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Міндетті түрде жұқа болу қажет. Сол кезде рогаликилер песочный болып шығады. Жұқа қылып жаюға кеңес беремін. Мінеке жұп-жұқа етіп жайдық. Енді осы видеода көрсетілгендей 3 бұрышты қылып барлығын кесіп шығамыз. Және салмасына мен вареный сгущенка қолдандым. Сіздер кез келген салма қолдансаңыз болады. Мысалға сүзбе, яғни творог қолдануға болады. Грек жаңғағын қолдансаңыз болады, блендерден өткізіп. Вареный сгущенка қолдансаңыз, міндетті түрде қою болу қажет. Егер де сұйық болса, ол піскен кезде ағып кетуі мүмкін. Енді видеода көрсетілгендей 2 жанын басып отырып, рогаликилерді жасап шығамыз. Противенге осылай пергамент қағазын төсейтін боламыз. Мінекей осылай барлығын жасаймыз. Қалған жаңағы тоңазытқышқа салған 3 бөлік қамырды да алып, дәл осылай жайып, барлығын жасайтын боламыз. Мінеке дайын болды. Енді бетіне осылай жұмыртқаны жағамыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Рогаликилер дайын. Енді пешке 20 минутқа саламыз. Пешке салған кезде қарап тұру қажет. Беті қызарған уақытта аламыз, өйткені рогаликилер тез піседі. Және осылай ыстық күйінде үстінен қант ұнтағын себеміз. Рогаликилер дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Әрі үгітілмелі, қамыры жұп-жұқа болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.